Азан дұғасы толық нұсқада. Азан оқыған уақытта сөйлеуін доғарып, тіпті Құран оқыған адамда тоқтап, азан тыңдауы абзал. Азан мен қаматты естушінің азаншымен бірге құпия оқуы мұстахаб. Бірақ hayya ala salah, hayya ala salah, hayya ala al-falah, hayya ala al-falah оқылғанда тыңдаушы la hawla wa la quwwata illa billah нағыз күш-қуат Аллада деп айтады. Азаншы куәлік сөздерін айтқанда, азан естуші وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا. мағынасы Менде Алладан басқа ешбір тәңір жоқ. Ол жалғыз, оның серігі жоқ екендігіне және шынында Мұхаммед Алланың құлы әрі елшісі екендігіне куәлік беремін. Алланы Раббым, Мұхаммедті пайғамбарым, исламды дінім деп ризалық білдірдім. азан оқылған соң былайша дұға оқылады. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. мағынасы Ей Алла, сен осы толық азанның әрі осы орындалатын намаздың Раббысысың. Мұхаммедке жәннаттан бір мекен және жоғары дәрежеңді бере көр, әрі оны өзің уәде еткен мақтаулы орынға бағыттай көр. Шын мәнінде сен уәдеңді бұзбайсың. азан мен қамат арасындағы уақытта әркім өзі үшін дұға етеді. Өйткені осы мезеттегі, яғни азан мен қаматтың арасындағы дұға кері қайтарылмайды.